күндерің қалай? Жарайсыңдар. Балалар, мына менің алдымдағы не нәрсе мына? Асық. Сендер асықпен ойнауды білесіңдер ме? Жарайсыңдар. Балалар, енді мен сендерге ақылды асық ертегісін айтып берсем, тыңдағыларың келе ме? Олай болса, барлығымыз экранға қарайық. Ертеде Мақсат деген бала өмір сүріпті. Ол Мақсат мінезі қыңыр, ашушаң, достарымен ойнаған кезде тез ашуланып қалатын, сәл нәрсеге мақтанатын бала болған екен. Ол мінезін байқаған әжесі бір күні Мақсатқа асық береді. Ол асықты бергенде былай дейді: Балам, асық жай ойын емес, бұл ептілікке, төзімге, әділдікке үйретеді. Асық ойнағанда қолың шебер, жүрегің мейірімді болсын. Досыңды сыйлап, білгенді құрметте. Осылай деп әжесі ақыл айтып баласына асық береді. Мақсат асықтарына қызға қарап тұрған кезде асықтарының ішіндегі бір ақылды асық былай дейді: Мен ақылды асықпын. Егер мені тыңдасаң, жақсы бала болуға көмектесемін. Асық ойыны тек жеңу үшін емес. Ол сабыр, дәлдік және адалдық үйретеді. Жеңілгенде ренжімей, жеңгенде мақтанбауды да білгенің дұрыс. Осы жаңағы асықтардың ішіндегі ақылды асық Мақсатқа осылай деп ақылын айтады. Мақсат қуанып, асықтарын алып достарымен ойнауға жүгіреді. Сөйтіп ол достарымен бірге асық ату ойынын ойнайды. Ол бұрынғыдай емес Мақсат. Достарымен өте тату ойнайды. Ренжімей ойнайды. Және мақтанбай ойнайды. Мақсат бұл ойында жеңіске жетеді, бірақ ол мақтанбайды. Мақсаттың бір досы ұтылып асықсыз қалады. Осы кезде Мақсат өзінің досына асығын береді. Өз досына асығын бергенге қуанған ақылды асық Мақсатты бұлай деп мақтайды: Міне, нағыз азамат болу деген осы, бөлісу мен мейірімділік. Содан бері Мақсат өте ақылды бала болып өседі. Балалар, ертегіге түсіндік пе? Жарайсыңдар. Балалар, ертеде кім деген бала болған? Дұрыс, Мақсат деген бала болған. Мақсаттың мінезі басында қандай болған? Жоқ, Мақсаттың мінезі басында қандай болған? Балалар, Мақсатқа асықты кім берді? Әжесі. Дұрыс, әжесі берді. Әжесі асықты берген кезде Мақсатқа не айтты? Дұрыс. Балалар, Мақсаттың досы асықтан ұтылып, асығы біткен кезде Мақсат не істеді? Осына асық берді. Дұрыс.